Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жусай қосылған мантыйдың және де дәл осындай езілмейтін, өзінің формасын сақтайтын өте әдемі мантыйдың дұрыс қамыр жасау жолын көрсетемін. Және де дәл осылай әдемілеп мантыйды түюді көрсетемін. Ендеше видеоны соңына дейін тамашалайық. Алдымен мантының қамырын дайындап алайық. Ол үшін 500 грамм ұнға бір жұмыртқамызды қосамыз. Және де 200 мл суға бір шай қасықтай тұз салып, араластырып, тұзымызды ерітіп аламыз. Енді осы суымызды ұнның үстіне құйып, қолымызбен жақсылап жұмыртқаны шамалы араластырып аламыз, және де жақсылап қамыр жасаймыз. Басында сізге ұны көп сияқты, қамырыңыз қатты болып көрінуі мүмкін. Қорықпаңыз, қолдың күшін салып, жақсылап уақытыңызды бөліп араластыруға тырысыңыз. Қатты болып шыққан қамыр өте жақсы болады. Және де осылай шамалы бірге бастаған кезде столдың үстіне түсіріп, тағы да жақсылап ұнын біріктіріп аламыз. Енді осылай қамырымыз жақсылап ұнымыз біріккен кезде мешочкқа салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін ішіне салатын салмамызды дайындап алайық. Ол үшін бізге керегі 300 грамм тартылған ет және де үлкен осындай бір бума жусай және де бір пияз керек. Алдымен жусайымызды ұсақтап турап аламыз. Көлемін өзіңіз қалауыңыз бойынша, бұдан да өте көп қоссаңыз жусайды өте дәмді болады. Керісінше азайтып тартылған етін көбейтсеңіз де болады. Бұл жерде негізі жусай аз, көп болып көрінуі мүмкін, бірақ піскен кезде ол өте көрінбей езіліп кетеді. Сондықтан жусайдың көлемін көбейтсеңіз жақсы болады. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пиязды туралған еттің үстіне салып, дәміне қарай тұзын және де шамалы су құямыз. Қалауыңыз бойынша бұрыш немесе әртүрлі өзіңіз жақсы көретін дәмдеуіштерді де қосуға болады. Осымен біздің салмамыз дайын. Салмамызды дайындағанша біздің қамырымызда шамалы жұмсарды, бірақ бұл дайын қамыр емес, өйткені бұл толығымен беті теп-тегіс болып біріккен жоқ. Сондықтан жұмсарған қамырды тағы да жақсылап илейміз. Одан кейін тағы да бір 20-30 минутқа мешочкқа салып қойып қоямыз. Қамырдың осылай иін қандырып жақсылап илесеңіз, өте дәмді әрі өте езілмейтін жақсы қамыр болып шығады. Міне 25 минуттай тұрған қамырымыз жұмсарды. Өте жұмсақ, теп-тегіс біркелкі жақсы қамыр шықты. Енді өзіңіздің қалауыңызша бөліктерге бөлесіз. Мен осындай 4 бөлікке бөлдім. Әрқайсысын домалақтап, оны да мешочектің ішіне салып қоямыз. Басқасын ысқанша олар кеппей әдем болып жұмсарып тұрады. Егер бұл да сізге қатты болып көрінетін болса, бөліктерге бөліп, дөңгелетіп, мешочкқа салып, тағы да 15-20 минуттай қойып қойыңыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай, әрбір бөлігін жақсылап жайып, жұқа етіп, қалауыңыз бойынша дөңгелек қылып кесуге болады, 4 бұрышты қылып кесуге болады. Егер осы видеодағындай өріп жасалынған манты жасағыңыз келсе, онда дөңгелек етіп кесіп алыңыз. Және де беттерін жауып қоямыз, себебі кеуіп қалмау керек. Мантыйды жасайтын кезде дастарханға қарап тұрған жағына салмасын салыңыз, сол жағы өте жабысқақ болады. Сонда сіздің манты ашылмай, жақсы жабысатын болады. Енді ортасына қалауыңыз бойынша өзіңіз қалаған көлемде салмасын салып, шетінен бастап дәл осылай шымшып отырып, екі жағынан аз-аздан қосып отырып, мантыйды түйеміз. Басында сізге қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте қолыңыз үйреніп,
те жасайтын боласыз. Екінші қолмен ортасындағы салмасын ішіне салып, өзімізге ыңғайлап отырамыз. Міне дәл осындай өте әдемі манты болды. Осылай түйетін болсаңыз, ішіндегі сорпасы өзінде жақсы сақталатын болады. Және де мантыды бір шетінен бастап ортасына дейін түйіп, және қарама-қарсы шетінен тағы да солай түйсеңіз болады. Міне видеода көрсетілгендей. Бұлай жасасаңыз да манты әдемі болады. Ортасына дейін жасаймыз, және екінші жағынан бастап қарама-қарсы жағынан тағы да осылай өрген сияқты етіп түйеміз. Дәл осылай барлық мантыды дайындап аламыз. Дәл осылай түйілген мантыды қуырылған манты жасауға болады. Осылайынан түйіп алып, содан кейін қайнап тұрған майға қуырып, содан кейін барып буға пісірсеңіз, өте дәмді сізде қуырылған манты шығады. Енді барлық мантымыз осылай дайындап аламыз. Енді қайнап тұрған суымызға, мантываркаға мантылар салып, 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Дәл осындай өзінің формасын сақтайтын, езіліп кетпейтін, жабысып қалмайтын өте әдемі манты дайын болды. Мантыдың ортасындағы өзінің сорпасы ішінде жақсы сақталады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ортасындағы салмасы міндетті түрде жусайдан жасап міндетті емес, әртүрлі қып өзгертіп жасасаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.